Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында үкіметке агроөнеркәсіп саласын субсидиялаудың ұзақ мерзімге арналған жаңа тәсілдерін әзірлеуді тапсырған болатын. Осы мақсатта биыл 2023 жылға ауыл шаруашылығы саласын дамытуға қыруар қаржы бөлінген. Алайда Түркістан облысында ауыл шаруашылығына берілетін субсидияны заңсыз иеленушілер азаймай тұр. Бұған не себеп? Мемлекет қаржысын талан-таражға салғандар қалай жазаланады? Субсидияға өтінім берудің тәртібі мен шарттары қандай? Бүгінгі хабарымызда осы мәселені ақ-қарасын ажыратуға тырысамыз. Армысыз құрметті көрермен, эфирде халық сөзі саяси қоғамдық ток-шоуы. Бұқаралық ақпарат құралдары еркін болу керек. Билік пен халықтың арасындағы тиімді байланыс арнасы бола отырып, елдегі қордаланған мәселелерді көтере алады және көтеруге міндетті. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс істеудеміз. Халық айтса, қалып айтпайды. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбына қатысты айтар ойыңыз не сауалыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге қоңырау шалсаңыздар болады. Сіздің пікіріңіз біз үшін маңызды. Хабарымыздың ендеше бүгінгі спикерлермен таныстырайын. Айжан Қоспаева, Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы бөлімінің бас маманы. Бақытжан Құралбаев, Түркістан облысы кәсіпкерлер палатасы агроөнеркәсіптік кешені бөлімінің басшысы. Қуаныш Айтбаев, Түркістан облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті тергеу басқармасының басшысы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Алдымен мәселенің не туралы өрбіп жатқан білу үшін экранға көз жүгіртсек. Түркістан облысында ауыл шаруашылық өнімдерін арттыру мақсатында шаруаларға жыл сайын миллиондаған теңге субсидия бөлінеді. Әйтсе де соңғы кездері мемлекеттен берілетін жәрдемақыны заңсыз жолмен иеленетіндер көбейген. Өткен жылы осындай 15 дерек тіркелсе, жыл басынан бері 3 қылмыстық іс жасалған. Мал шаруашылығын дамытамын деген пысқайлар ірі қараны көбейтуге арналған жалған жобалар түзген. Олар сыбаға бағдарламасы аясында құжаттарын реттеп, асыл тұқымды малы болмаса да мемлекеттен қолдау қаржы алып отырған. Біздің департаменттің жедел уәкілдері жедел анықтау тәсілдерін жүзеге асырылады. Оның барлығы заң аясында берілген субсидияларға біздің департаментпен және қаржылық мониторинг агенттігімен түрлі анализ жасайтын бағдарламалар бар. Тиісінше қолдау, Плем KZ субсидия беретін бағдарламаларға да талдау жасаймыз. Талдаудың нәтижесінде ең көп субсидия алған, одан бөлек орташа деңгейдегі, тағы да алынған деңгейіне қарай субсидия алыну бөлімдеріне қарай тиісінше талдау жасаймыз және күдік тудырған жаңағы кәсіпкерлерді немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді ары қарай тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Субсидияны заңсыз иеленгендердің дені Жетісай мен Сарыағашта. Соңғы жылы бұл қатарға Сауран ауданында қосылған. Жеңіл жолмен қаржы жымқыруды көздегендер енді ол ақшаны мемлекетке қайтарады. Бұл оларға берілетін ең жеңіл жаза. Бірі заңды белден басса, екінші бірі субсидияға қол жеткізе алмай жүр. Басты кедергі тіркелуге болатын сайттың жұмыс істемеуі. Мемлекет қызметкерлермен жаңағы бизнес өкілдерінің арасында қарым-қатынастарын жүйелеу үшін және сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақсатында жасалынған сайттар. Бірақ бұл сайт қазір өзін көрсетіп отыр, ол мүлдем жұмыс жасап отқан жоқ. Жіберіп жатқан заявкілеріміз өзімізде көрдік, осы жерден қолданып, ол деген жоқ болып кетіп жатыр. Енді оны қазір біз барлық скриншоттар жасап орталыққа жолдадық. Өңірде ауыл шаруашылығымен қатар шағын және орта бизнесте де өркендетуге күш салып жатқан кәсіпкерлер бар. Олардың кәсібіне кесе-көлденең келуге тырысқандарға тергеп-тексеру департаменті заңды бағасын беруде. Биылдан бастап кәсіпкерлердің негізсіз жауап алу деректері түбегейлі жойылған. Құрметті қонақтар, сюжетте көргенімізде Жетісай, Сарыағаш және Сауран аудандарында субсидияны заңсыз алған азаматтардың саны артып келе жатыр екен. Бұған не себеп енді жалпы? Әлде жаңағы субсидияны берген кезде бақылаудың аз болып тұрғаны ма? Енді біріншіден сәлеметсіз құрметті ханым, құрметті жиналған қауым. Ол енді бес саусақ бірдей болмайды негізінен. Сол себепті барлығы түбегейлі енді осы барынша ақшаны жымқырып жатыр, осы көбейіп жатыр деп айтуға да болмайды. Бірақ енді ел арасында өзінің бір жұмыс істемей пайда көргісі келетін адамдар да болады.
олар басқаларға қатысты енді басқаның қаражатын жеп отыр ғой қазіргі таңда. Иә, әрине де жымқыру фактілері болып жатыр. Оның негізгі себебі ретінде біз қазір мысалға тергеу әрекетін жүргізіп жатқан кезде бас себептердің бірі ауыл шаруашылық басқармаларына келген заявкалар, мысалға олар электронды түрде өткізіледі. Бұл кісілерге берілетін, тексеруге берілетін уақыт тым аз. Нақты барып, шын мәнінде ол мысалға малды, қара малды алып келген жоқ, ол негізінен бар немесе жоқтығын барып тексеретін, бұларға да құқықтары берілмеген. Сол себепті тым көп заявкалардың өз түсінуіне байланысты бұл кісілер де үлгермей жатыр. Сондықтан осымен пайдаланып, әр осы программаның немесе сайттың басқа да бір осал жақтарын тауып алған адамдар, біздің өнерші адамдарымыз, олар осын пайдаланып көбінесе ақшаны жымқырып отыр. Ол фактілер бірақ тексеру барысында шығып отыр, оны бір алдап немесе бір жерге тығып қою мүмкін емес, оның барлығы тез анықталатын нәрсе. Соны анықтап біз барынша жолын бермеуге тырысып жатырмыз, бірақ табылған фактілер бойынша тергеу әрекеттерін жүргізіп жатырмыз. Мысалға бағана айтып өткенде, жылдың басынан бастап 3 қылмыстық істер едік, тергеп жатырмыз қазіргі таңда, оның бәрін сотқа жіберуге дайындалып жатырмыз. Осылайша жыл бойынша біздің тарапымыздан бір тексеріс жұмыстары жүргізіліп отырады. Егер ұрланған жағдайда әрине де қылмыстық жауапкершілікке тартамыз. Жымқырылған қаржыны жаңағы азаматтар қайда жұмсаған? Енді ол жымқырған Мемлекетте қайтарылады, иә, бұл ақша? Мемлекетке міндетті түрде қайтарылады. Ол бойынша бізде бірнеше өзіміздің бағдарламаларымыз бар. Ол қосарлас қаржылық тексеру болып табылады, немесе мінсіз тергеу, біздің өзіміздің жобаларымыз. Осы жоба бойынша біздің ең басты қағидамыз жұмысымыздағы ол ақша қайда кетті, яғни ақшаның артынан жүру қағидасы болып табылады. Follow the money дейді ағылшынша. Сол себепті біріншіден әрине міндетті түрде ақшаны неге жолдаған айтамыз. Ол бойынша енді біздің қазақтар қарапайым ақшаны ұрлайды, барып ішіп жейді, киінеді, одан кейін сатып алатын дүние сатып алады, машина алады, үй алады, одан артын немесе тағы да бір бизнеске салады. Оның барлығын қазіргі таңда біздің 21-ші ғасырда анықтап табу өте оңай. Барлық жерде іздері қалады, ол банктен есеп шоттарынан болсын, немесе сатып алған кездер деректері болсын, оның барлығын біз анықтап, міндетті түрде барлық қылмыстар бойынша мемлекетке келген залалдың орнын толтыруға. Түркістандықтардың арасында енді көп субсидия алуға ынталы жандар. Жалпы енді осы азаматтарға құлақ-қағыс ретінде айтып өтейікші, ол жаңағы ақшаны жымқырған азаматтарға қандай нақты жазалар қолданылады? Енді қараңыз, бұл қылмыстың өзінің санатына байланысты болып табылады. Ең басты, егер алдау арбау арқылы біреудің мүлкін ұрласа, мысалға мемлекеттің мүлігін болса, ол Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабымен қуаланады. Ол бап бойынша 4 санаты бар. Егер ең ауырын қарайтын болсақ, 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылу болады. Ол ірі мөлшер, аса ірі мөлшерде абақтыға да қамалуы да мүмкін. Оның барлығы ұрлаған ақшаның сомасына байланысты болып табылады. Жақсы, енді Айжан ханымнан сұрап өтейікші, енді өткен жыл осында 15 дерек тіркелді, заң бұзушылықтың. Жыл басынан бері 3 қылмыстық іс жасалыпты. Аталған жағдайлардың енді алдын алу мақсатында басқарма тарапынан қандай да бір іс-әрекеттер жасайсыздар ма? Тексеріс қандай да бір жүргізіледі бе екен? Саламатсыз ба? Бұл жаңағы айтылып жатырған қылмыстық істер, айтып кетті ғой бұл кісі. Ол жерде заявканы өтінімді тапсырған кезде шаруа қожалықтар және де тапсырған кезінде ол кісілерде өтінімнің соңында барлық қағида талаптарына сәйкес ауыл шаруашылығы басқармасында бірнеше бағыттар болатын болса, қандай талаптар бар, шарттар бар, осыған тоқталайықшы ендеше алдымен. Қағида талаптарына сәйкес мысалы егін шаруашылығы бойынша оның өзінің арнайы қағида талаптары бар. Мал шаруашылығына келетін болсақ, оның арнайы өзінің қағида, әр саланың өзінің жеке шарттары бар. Оның барлығын қазір тоқтала беретін болсақ, мына жерде айтып үлгермейміз. Жалпы ең бастысы осы қылмыстық істердің болғаны бірден бірі мал шаруашылығы және егін шаруашылығы бойынша болған қылмыстық істер және де тағы да басқа бағыттар бойынша. Мал шаруашылығы саласы бойынша мысалы тоқталған шарттар мен талаптарына мысалы тоқталатын болсақ, ол жерде өтінімді заявка береді, өтінімде мал бастары көрсетіледі, арнайы базамен интеграция жасалынады, ветеринарный базамен қадағаланады заявкалары. Бірақ алайда ол кісілер малды сатып алынған кезінде, асыл тұқымды малды сатып алған кезде, олар документті тіркеген кезде PDF форматында тіркемейді.
тек номерін жазып қоя салады. Ол номер жазылғандықтан, оны төлем қағаздары толық көрінбегендіктен, оны барып тексеру біздің де құзыретімізге кірмейді, біз оны барып тексеріп көре алмаймыз. Жаңағыдай өтінімнің көп түсуіне байланысты, және де өтінімнің соңында әрбір қағиданың бағыттардың өтінімнің соңында көрсетіледі. Мен өтінімдіге мемлекеттік қолдауды алуға өтінім тастау барысында осы құжаттың ішінде дұрыс емес мәліметтер тіркеген жағдайда бұл өтінімге өзім жауаптымын деген өтінімнің соңында сондай тармағы бар. Ал жалпы егін шаруашылығы бойынша қылмыстық істер болды. Ол жерде электрондық счет фактура дейді. Электрондық счет фактура осыған дейінгі базада, қолдау кезет базасында электронный счет фактураны шаруалар өтінім берген кезде оны қайтадан қайтарып ала алады. Сол мысалы өтінім тастаған кезінде ол счет фактураны іледі да, ал субсидияны мемлекеттік қолдауды алғаннан кейін оны қайтадан тартып алады. Сол бойынша былтыр 30-ға жуық шаруалардың ақшаны алғаннан кейін қайтарып алады. Оны қайтарып алған былтыр 30-дан астам шаруа. Ол азаматтарды сіздер таба аласыздар ма енді? Әрине, ол жаңа 30-дан астам шаруа былтыр солай қайтарылып алған. Ол арнайы тексеру органдарына беріліп, анықталғаннан кейін ақшаны қайтару бойынша жұмыстар атқарылған. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Сауалын, құрметті көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қойсаңыз болады. Құлағымыз сізде, құрметті көрермен. Менің сұрағым осы мал шаруашылығын субсидиялауға байланысты қандай талаптар бар, соны толық түсіндіре кетсеңіздер. Жақсы, керемет сауал, рахмет. Сұрағы өте түсінікті. Мал шаруашылығына қатысты жалпы ауыл шаруашылығының ішінде осы мал шаруашылығы ең сұранысқа ие сала. Соның қазіргі таңдағы қағидаға сәйкес 47 бағыт болатын болса, жалпы мал шаруашылығында төленетін. Ол жерде әр асыл тұқымды мал сатып алғаны үшін бөлек талап бар. Сүтті өткізіп алғаны үшін оған бөлек талап бар. Аналық басты тұқымдық түрлендіруге қойғаны үшін оған бөлек талап бар. Жалпы 47 бағытта 47 өзінің талабы бар. Оның нақты қай бағытқа қажет ол кісіге болатын болса, қосымша сол жағын айтатын болса, сол талапты біз көрсете аламыз. Және де Білім KZ сайтында осы мал шаруашылығына қатысты қағида тіркеледі. Сол тіркелгеннің ішінде екінші қосымшасында өлшемдер мен талаптары толық көрсетілген. Жақсы, енді өтініштер субсидиялауға қалай қабылданып жатыр дәл қазір? Енді бірінші ақпаннан бастап арнайы портал іске қосылды, алайда жұмыс істемей тұр деп жаңа сюжетте де айтылды ғой жоғарыда. Осыған дейін бүгін бірінші қаңтарға дейін былтыр қолдау KZ сайтымен және мал шаруашылығы саласын Білім KZ сайтымен қабылдасақ, бірінші қаңтардан бастап мемлекеттік портал Госагро KZ іске қосылды. Бүгінгі таңда өтінімдер әлі көптеп түскен жоқ. Тек қана инвестиция бағдарламасы бойынша, субсидиялау бағыты бойынша 45 өтінім түсіп тұр. Портал демек жұмыс істеп тұр, е? Жұмыс істегенде әлі ішінде кемшіліктері бар. Кемшіліктері бойынша әлі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Zoom арқылы жиналыстар өткізіліп жатыр. Шаруаларында тарапынан өтінімдер кетпей жатқан жағынан арнайы телеграм чат арқылы ол жерде де жалпы мәселелер айтылып жатыр. Жақсы, енді аталған портал субсидияны таратудың, үлестірудің ашық өтуіне қаншалықты әсер етеді? Қалай ойлайсыздар? Саламатсыздар ма? Жалпы бүгінгі таңда бұл Госагро деген сайт биылғы жылы ақпан айынан бастап іске қосылған болатын. Бірақ бүгін күнгі күнге дейін шаруалар тарапынан біздің атамекен кәсіпкерлер палатасына көптеген өтініштер келіп түсіп жатыр. Енді біз ол өтініштің негізінде қарайтын болсақ, жалпы порталға бүгінгі таңда заявка беру мүмкін болмай тұр. Себебі мынау бұрынғы істеген осыған дейін қолдау деген сайт платформа болған. Сол платформаның мен осы жаңадан ашылған платформаның арасында ешқандай интеграция жоқ. Бұрынғы өтінім берген заявкалардың барлығы сол жерде қалып кеткен. Шаруалар өзіне қажетті жаңағыдай құжаттарды тіркемесі қабылдамайды сайттар. Сол сияқты сондай шикіліктер өте көп. Бұл бойынша бізде мынау министрлікке арнайы хат жазған боламыз, облыс деңгейінде, республика деңгейінде жалпы бірнеше кейстерді көрсеттік. Мынау шаруалардың тарапынан өтінім бере алмай жатқаны туралы. Әзірге таңда министрлік тарапынан ешқандай шешім шыққан жоқ. Жақсы, енді жалпы Түркістан облысы бойынша бүгінге дейін қанша субсидияға жаңағы өтінім түсіп тұр? Тек инвестициялық субсидиялау бойынша 45 өтінім түскен.
Тек ол әлі төлемге ешқандай жіберілмеген. Жалпы енді субсидияға өтінім берудің тәртібіне тоқталайықшы толығырақ. Кезеңдері қандай құжаттар керек нақты? Жалпы субсидияға өтінім тапсыратын болса, ол жерде шаруа қожалық, мал шаруашылығы бойынша шаруа қожалық ашылу керек, ИП болып тіркеліп, болмаса жеке кәсіпкер, болмаса ТО 3 бағытта. Және де мал шаруашылығына қатысты оның жайылым жері болу керек, мал бастарының жайылатындығы. Сонымен қатар малдарының бастары ИСЖ-да тіркелу керек. Егер асыл тұқымды мал сатып алатын болса, ол палатада тіркелген асыл тұқымды куәлігі арнайы палаталар бар, әр бағыттар бойынша. Сол палаталарға тіркелу керек. Сонымен қатар, егер электронды счет фактураларды қажет ететін өнімдерде электронды счет фактуралар қажет етеді, электронды счет фактураларын тіркеу керек барлық бағыттар бойынша. Жалпы талабы осындай. Жақсы, енді үкімет 2023 жыл ауыл шаруашылығына бөлінетін бірқатар субсидияны қысқартты, толықталып өтейікші, енді қай салаға арналған субсидиялар көлемі азайды және неліктен? Себеп неде? Жалпы бұл сауалға біз кейінірек тоқталып өтейік. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, көп күттірмей сауалын тыңдап көрейік. Құрметті көрермен, сізді тыңдап отырмыз. Сұрағыңыз болса қоя берсеңіз болады, я? Теледидардың дауысы басып қойсаңыз, я, құрметті көрермен. Айта беріңіз, я, тыңдап отырмыз сізді. Жақсы, тыңдап отырмыз. Алло. Мен Масалдан 4 ауылдан звондап тұрмын. Мен тамақ қожалығымда 4 гектар жер бар еді. Сол 4 гектар жерге биыл мақта егейін деп отырмын. Соған субсидия ала алам ба? Жақсы, құрметті көрермен, сауалыңызға қандай жауап бере аламыз енді? Жалпы бұл өсімдік шаруашылығы бойынша, бізде өсімдік шаруашылығы бойынша жалпы 4 бағытқа субсидия төленеді. Жаңа тыңайтқыштардың құнын субсидиялау, пестицидтер және биогенттердің құнын субсидиялау, тұқым шаруашылығын қолдау және басым дақылдардың өндірісін субсидиялау бойынша жалпы осы бағыттарға ол кісінің талаптары жаңа сәйкес келетін болса, мемлекеттік қолдауға тапсырып алады. Ауыл жұртының көпшілігінде жер үлесі бар, бірақ халық оның игілігін көре алмай отыр. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтқан өзінің сөзі. Жалпы енді субсидияны алуда қандай кедергілер бар? Қандай мәселелер бар қазіргі күнде? Жалпы субсидияны алуда бүгінгі таңда қазіргі мәселесі жаңа өтінім тастай алмауы болып жататын болса, ал былайша субсидия алуға келген кезде қағида талаптарына сәйкес барлық құжаттарды көрсетсе өтінімінде, біз қағида талабына сәйкес ол өтінімді қабылдап мемлекеттік қолдауды алады. Ешқандай шектеу жоқ, және жаңағыдай қайтармайды. Бұл мәселелер бойынша мысалға біз кеше Атамекеннің платформасында да бір қатар кездесу өткізген болатынбыз. Сол жерде де көп келген шаруалардың мысалға айтуы бойынша, мысал кеше сайрамнан келген кісілер болды, біздің кәсіпкерлер олар айтады, халықтың көбісі мысалға осы мына звондаған кісі сияқты ауыл-ауылдан кішігірім өздерінің жел терімдері бар, немесе бір 10-15 бас малы бар дегенде оларды барлығы субсидия алады, бірақ бұл кісілер ол интернетте отырмайды, теледидар көп көрмейді, бұл кісілер жұмыс жасап жүреді. Азынан кешке дейін малын бағады, немесе осы егістігінің басында болады. Және де көбісі бұл субсидияны қалай алуға болатынын, оның жолын немесе қалай портал арқылы алатынын білмейді. Сол кеше бір өзекті мәселе ретінде аталған еді. Аз болып тұр. Соны келіп, олардың кеше өтінім болған, сол өтінімді мысалға Атамекеннің Жақсы, енді бір мәселеге тағы да бір тоқталып өтетін боламыз. Енді бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, сізді тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қоя берсеңіз болады? Сәлеметсіз, мен Түркістан облысы Келес ауданынан. Жақсы, тыңдап отырмыз. Біздің өзіміздің атамға 3 гектар жеріміз бар, егіншілікпен айналысамыз, балғары,
облыста дегенде сол 5-6 жыл алдын субсидия шығатын еді. Қазіргі кезде сол субсидия берілмей кетті. Сол аламыз да. Жақсы, неліктен енді ала алмай кеттіңіз субсидияны соңғы жылдары? Енді есімде жоқ. Сол 5-6 жылда тартты ма, сол бұрын 80 мыңдай бақтар сөйтіп алып жүрдік. Кейін бұл субсидия берілмейтін болып кетті ма, соны алмаймыз қазір енді. Соған сол ала аламыз ба, соны алсақ қай жерге құжат тапсырамыз ба, не қыламыз? Жақсы, көп рахмет, хабарласқаныңызға. Сауалыңыз түсінікті? Көрдіңіз ғой, қазір айтып жатқан нәрсеміз, яғни халықта ақпарат жоқ, мәлімет жоқ. Ол бір жағынан осы ақпарат жоқтығының әсерінен ала алмайды, немесе ақпараттың жоқтығынан бойынша өзі заңның білмеуіне байланысты кейде заң бұзушылықтар да болады. Мысалға, біздің тарапымыздан әрбір адамға қатысты субсидияны дұрыс алған, алмаған адам қатысты қылмыстық іс қозғау міндет емес. Ол біздің парызымыз емес. Бізде ең басты мақсат бұл мәселенің алдын алу. Алдын алған кезде кейде шын мәнінде адам қателесіп, мысалы, құжатын ұсынбай қойды, немесе алған ақшасын мен басқа нәрсеге жарата тұрайын, қазір мынау маған керектеу, малға жем керектеу дейді, басқа нәрсе. Алманы кейіннен істей берем дегенде жағдайлар жайттар болады. Оның барлығында қылмыстық іс қозғала бермейді. Сол себепті қазір мен айтып жатқан нәрсенің өзім көрсетіп тұр, яғни адамдарда ақпарат жоқ. Сол ақпаратты таратудың ең басты мәселесі. Осы ақпараттық жұмыстарды кім жүргізу керек енді? Жалпы біз әріптесім жаңа дұрыс айтып отыр. Кеше күні біз осы жергілікті жаңағыдай басқарма басшыларын, одан кейін құзырлы орган басшыларының бәрін басын жинап, бізде үлкен дөңгелек үстел өткізген болатынбыз. Сол жерде шаруалардың қазір таңдағы проблемасы мына ақпараттық жүйенің дұрыс жетпеуінен. Мәселен, мысалы, аудан орталығында тұратын кәсіпкерлер, олар енді ақпаратпен қамтамасыз етіле алады, ал анау шалғай ауылдарда тұратын кәсіпкерлерге ақпарат толық жетпейді. Интернет желісі ол жерде біріншіден түрлі факторлар бар, жаңа интернет желісі бар, басқасы бар дегендей. Сол себептен біз кеше мынау осы жерде дөңгелек үстелде айтып отырмыз, бірлесіп осы ақпараттандыру мәселесін қолға алуымыз керек. Сол кезде шаруалар тарапынан ешқандай заң бұзушылық болмайды деп ойлаймын. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап көрейік сауалын. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз? Иә, тыңдап отырмыз сізді. Сіз тікелей эфирдесіз? Құрметті көрермен, сіз тыңдап отырмыз? Алло, саламатсыздар. Мен Жетісай ауданынан звондап отырмын. Мынау ағын су егістіктерге берілетін ағын су субсидиялана ма екен? Және осы мына субсидия жөнінде айтады, бірақ біз алып атқанда білмейміз, қанша осы облыс бойынша қанша субсидия берілді және қай салаларға берілді, соны айтсайшы. Кімдер алады осы субсидияны? Жақсы, керемет сауал, рахмет хабарласқаныңыз үшін. Кімдер алады енді осы жалпы осы субсидияны осы күнге дейін қанша түркістандық азамат алды енді? Өткен жылғы статистикаға тоқталып өтсек, Жалпы Түркістан облысында 70 мыңға жуық ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтар болатын болса, соның былтырғы жылы 25 мың, 27 мыңға жуығы мемлекеттік қолдауды алған. Ал жаңағы қойып кеткен сұрақта ағын су мәселесі бойынша ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілген жаңағыдай қызметтер құнын субсидиялау деген бізде сондай бағыт бар. Сол бағыт бойынша жаңағы оларға субсидия су жеткізілген уақытында қолдауларын. Сонымен қатар жаңағы пестицидтер, гербицид, пестицид, биогенттер, тұқымға жанар жағармай соларына өз арнайы субсидиялар бар, ала алады. Енді бұл кісілер жаңа тағы да айтылып өткен нәрсе ақпараттық қолдау жаңағыдай тарқату керек. Кейбір ауылдық округтерге жаңағыдай мәліметтер жетпейді. Жалпы енді ауылдық округте тұрған азаматтарымыз, интернет желісі жоқ азаматтарымыз қайда барып құжат тапсыру керек енді? Мәселен, Келестен, Жетісайдан хабарласып жатыр. Олар қай жерге бару керек? Мен айта кетейін, жалпы бұл жерде қазіргі таңда мынау барлық ауданда ауыл шаруашылығы басқармасының бөлімшелері бар. Аудандық ауыл шаруашылық бөлімдері бар, одан қасым Атамекен кәсіпкерлер палатасының филиалдары бар. Аудан орталықтарына келіп, сол жерден ақпаратты толық алуға болады. Жаңағыда егерде кәсіпкерлер тарапынан субсидия алуға үміткер, жаңағыда осы бағытта мен ертең субсидия алсам деген кәсіпкерлер болатын болса, келсін, біз толық ақпаратты береміз. Осы уақытқа дейін біз қызмет жасап жатырмыз ол салада. Жақсы, енді субсидиялаудың негізгі басым бағыттары қандай? Қандай тауарларға, қандай жаңағы өнімдерге көбірек мән беріліп жатыр қазіргі уақытта? Бүгінгі таңда жалпы басым бағыттарға берілетін мал шаруашылығы саласы, оның ішінде ет, сүт, жұмыртқа саласына, егін шаруашылығында жаңағы пестицид, сол шаруашылықтарға,
жаңа инвестициялық субсидиялар бар, ауыл шаруашылық техникаларын және суландыру, жаңағы суландырудың ол бірнеше түрлері бар. Сол бағыттар бойынша субсидияланып жатыр. Жақсы, енді субсидия алған азаматтарды сіздер әрі қарай бақылайсыздар ма? Оны бақылау қалай жүзеге асырады жалпы? Қалай жүзеге асырылар? Жаңағы қанша өнім өндірді? Бұл сауалдың жауабын сәл кейінірек жауап бере кетейік. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Құлағымыз сізде, тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Тараптардан хабарласып тұрған едім. Жақсы. Шаруашылығымен айналысу үшін қандай жеңілдіктер бар мемлекет тарапынан деп сұрайын деген бұл. Мал шаруашылығымен айналысқыңыз келеді, Иә. Жақсы, түсінікті. Көп рахмет хабарласқаныңыз үшін. Мен айта кетейін, жалпы мемлекет тарапынан қазіргі таңда кәсіпкерлікпен айналысамын деген адамдарға барлық мемлекеттік бағдарламалар жұмыс жасап жатыр. Именно мына мал шаруашылығына болатын болса, мәселен ол кісінің малы болатын болса, не болмаса малы болмайтын болса, жеңілдетілген несиеден бастауға қажет деп ойлаймын жалпы. Егер де малы болатын болса, ол қандай малдың түрі? Ірі қара мал ма, уақ мал ма? Сол малына қарай осы мемлекеттік қағидаға сәйкес субсидия алуға мүмкіндігі бар. Жақсы, енді мәселен жылқы өсіремін деді. Енді оған қандай бағдарлама, шарттары қандай? Соған тоқталып өтейікші енді. Енді қазіргі таңда мемлекеттік бағдарлама аясында қаржы ұйымдары арқылы несиелер 6%-мен қазіргі таңда несиелер бар. Беріліп жатқан сыбаға бағдарламасы бар, мынау агробизнес деген бағдарламалар бар. Ол жерде 6%-бен жаңағы 18 миллионға дейін ала алады қазіргі таңда. Одан қасым мына биылғы жылы бүкіл республика деңгейінде ауыл аманаты бағдарламасы іске қосылып жатыр. Ол жерде жаңағы жастарға 2,5%-пен кредит беру қарастырылып жатыр. Сонымен қатар мынау әр ауданнан 1-2 ауыл округтерін таңдап, сол халықтың әлеуметтік сол тұстағы халықтардың әлеуметтік тұрмыстық деңгейін көтеру мақсатында ол жерде де 2,5%-пен кредит беру жоспарланып отыр. Әрине ол бағдарламаға да егер сол жол округтың тұрғыны болса, ол бағдарламада қатысуға мүмкіндік бар. Ал жалпы мемлекеттен қолдау өте көп, оны тиімді пайдаланса, кез келген адам өзінің кәсібін дөңгелетіп алуға мүмкіндік бар. Жақсы, енді кәсіпкерлер палатасынан келіп отырсыз. Жалпы субсидиялау тек қана жаңағы ауыл шаруашылығына ғана арналған бағдарлама ма, әлде басқа салаларда да субсидиялауға мүмкіндік бар ма? Жалпы бұл субсидияның барлығы осы ауыл шаруашылық саласына бағытталған. Себебі біздің Қазақстан өзі аграрлық мемлекет, тікелей ауыл шаруашылығына бейімделгендіктен сол министрлік тарапынан осы бағытқа негізделіп отыр. Жақсы, енді Түркістан облысына биыл қанша субсидия көлемі қандай қаражаттың бөлініп отырған? Биылғы жылы Түркістан облысының ауыл шаруашылығында субсидиялауға бөлінген қаржы жалпы 37 миллиард. Оның ішіне жаңа барлық сала кіреді. Қаралып отқан қаржы. Бұл жыл соңына дейін үлестірілетін қаржы, Жыл соңына дейін үлестірілетін қаржы. Жалпы енді субсидиялаудың негізгі мақсаты не енді? Осыған тоқталайықшы енді. Енді субсидияның ең басты маңызы ол шығатын өнімнің бағасын арзандату. Өйткені құнын арзандату. Өйткені қазіргі таңда егер субсидия мемлекет тарапынан бір қолдау көрсетілмесе, әрбір сатылып жатқан өнімнің құны шарықтап кетуі мүмкін. Сол себепті біріншіден, екіншіден ол жаңадан бастап келе жатқан кәсіпкерді нық аяққа тұрып, өзінің бір жеке бизнесін дамытып жұмыс істеуге бағытталған. Өйткені әрбір адам егер өз-өзіне жеке жұмыс жасайтын болса, ол міндетті түрде салығын төлейді, басқа алады, яғни ол мемлекетке пайдасын алып келеді. Сізбен бізге де. Сол себепті осы негізгі бағыттары сол. Ал бір айта кететін бағыттар бойынша ол мысалға әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер де бар. Яғни олар бойынша бізде енді бағана айтқандай барлық адамдар бірдей емес, әлеуеті бірдей емес, яғни табыстары аз болатын адамдар да бар. Яғни ол кісілерге бұл өте қатты тиетін нәрсе, жағдайлар болып табылады. Сол себепті мысалы жұмыртқаны айтатын болсақ, мемлекет тарапынан әр жұмыртқаға 3 теңгеден субсидия бөлініп отырады. Қазіргі таңда бізде департаментімізде бір қылмыстық іс тергеліп отыр, яғни бір мекеме өзінің доминанттық положениесін ұстап, яғни осы Түркістан облысында нарығының 70% қамтамасыз етіп тұрып, бірақ бағасын шарықтатып жеткен. Субсидияны ала отырып. Субсидияны ала отырып, ол жерде 15%-ық табыстан асырмау керек. Ол пайыздан асырып, өзіне монополды заңсыз табысын алып отыр. Ол бойынша бізде қылмыстық істер келіп жатыр қазіргі таңда. Нақты шет жағасын осы қылмыстық іс аяқталғаннан кейін айта аламыз. Қазіргі таңда тергеу құпиясы деген бар. Алайда бұндай да жайттар бар.
Оның да түрлі себептері бар, неліктен, не үшін олай болғандығын, бірақ субсидия мемлекет тарапынан ақша алынғаннан кейін көбісі ойлайды бізде, ол мемлекеттің бір сыйлығы ретінде біз осыны аламыз да, ары қарай біздің жауапкершілігіміз жоқ сияқты. Бірақ егер ақшаны мемлекет тарапынан алғаннан кейін, ол міндетті түрде бір қолдауға бағытталған. Ол не осы кәсіпкердің өзін қолдауға бағытталған, не осы кәсіпкер арқылы халықты қолдауға арналған. Яғни егер оның міндеттемесі орындалмаған жағдайда, онда кешіресіз, бірақ ақшаны немесе алмау керек еді, немесе орнына қайтару керек еді. Егер ондай жағдай болмасын болса, онда біз келеміз, ол қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі қарастырылады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Сізді тыңдап отырмыз. Сіз, байланыс үзіліп кеткенге ұқсайды. Көрерменіміз енді қайта хабарласып, енді бізге сауалын жолдай отырар деген ойдамыз. Енді біз әңгімемізді одан әрі жалғасақ. Жалпы енді субсидиялау өзінің мақсатына жетіп отыр ма қазіргі таңда? Түркістан облысында жалпы жыл сайын қанша өнім, өткен жылы қанша өнім өндірілді ауыл шаруашылығы саласында? Жалпы ішкі нарықты қамти алып отырмыз ба? Жалпы өнімдер бойынша жаңағы күнделікті тұтынатын өнімдер бойынша жаңағы картоп, сәбіз, өсімдік егін шаруашылығындағы қамтамасыз етіп отырмыз. Мал шаруашылығы саласы бойынша қамтамасыз етілуде бізде жаңа сиыр сүтімен, сиыр етімен, ірі қара мал етімен қамтамасыз етілу бізде жақсы қамтамасыз етіліп отыр. Тек қана құс еті мен жұмыртқа бағыты. Түркістан облысы ма әлде? Түркістан облысы. Өзіміздің облыста қамтып отыр. Тек жұмыртқа мен құс етінің қамтамасыз етілуі төмен деңгейде. Ол бойынша бүгінгі таңда осы биылғы беріліп жатырған 2,5% несие бойынша осы екі бағытты қамтамасыз етілуін көтеру бойынша жұмыстар жасалынып жатыр. Жақсы, енді түркістандықтар қазіргі таңда көбіне қай кәсіп түріне субсидияны көбірек алып жатыр? Негізгі алып жатқан кәсіп түрі, кәсіптері олардың барлық салаға бірдей, егін шаруашылығы болсын, мал шаруашылығы болсын, және инвестициялық субсидиялау болсын, барлығы бірін-бірімен тығыз байланыста ғой ауыл шаруашылығы болғаннан кейін. Техника болмаса егін егілмейді. Жаңа егін егілмесе малдың шөбі, азығы қамтамасыз етілмейді. Сондықтан барлық салаға бәрі бірін-бірімен байланысты болғандықтан қаралған қаржылары да бірін-бірінен айырмашылығы жоқ, барлығына бірдей беріліп жатыр. Жоқ, мысалға бұл жерде де бұл бөлек-бөлек берілетін субсидия емес қой, мысалға да әр бір кәсіпкер кешенді түрде бір субсидияны алуы мүмкін. Өйткені егін егетін болса, пестицид керек болады, оған жанар-жайым керек болады. Және оның әрқайсы азық-түлігіне, басқасына, яғни әр түрі бойынша бір мысалы кәсіпкер бірнеше субсидия түрін алады. Соның бәрін оның барлығын қосып келген кезде егіншілік пен мал шаруашылығында қатар алып жүре алады. Қатар алып жүре алады. Ол бойынша да. Өйткені малды асыраған адам жері болатын болса, мал азығын егіп, өзінің малына өзі азық дайындайды. Жаңада құрама жем дайындайды. Сондықтан ол егін бойынша да жаңа субсидиясын. Сонымен қатар сол егілген мал азығын оруға арналған мысалы техникаларына, оны жаңбырлатып суғару деген сияқты бар. Сол суару техникаларына ол арнайы субсидияларын алып, барлық бағытын ала береді. Жыл сайын енді осы субсидия алған кәсіпкерлер, шаруалар енді қандай да бір есеп бере ме? Неде осындай көлемде өнім өндірдік деген секілді? Басқарманың қағидаларына сәйкес, субсидия беретін қағидаға сәйкес, біз қағидаға сәйкес жұмыс жасаймыз. Қағидаға сәйкес біздің қағидада олай көрсетілмеген жаңағы есебін алу деген сияқты. Алайда статистикалық көрсеткіш бар. Жеке кәсіпкер болсын, жаңа жауапкершілігі серіктестік үлкен кәсіпкер, олар статистикалық мәліметке тапсыру керек. Олар статқа тапсырғанның арқасында жаңағы жылдық стат және ай сайынғы стат шығады. Сол арқылы біз мал шаруашылығы бойынша қанша өнім өндірілді, ет, сүт, жұмыртқа, сонымен егін шаруашылығы бойынша қанша егін жиналды, қанша мал азығы дайындалады биылға деген сияқты арнайы көрсеткіштерді қарап отырамыз. Бізде мысалға осы статистикалық мәліметтердің негізінде біз өзіміздің тарапымыздан тексеру жүргізіп отырамыз. Ол жылды жаққан кезде, қорытындылаған кезде емес, ол жыл бойы күнделікті жұмыс ретінде атқарыла береді. Яғни ол жерде біріншіден бағана бастапқыда бізде сюжетті көргенімізде нелер бар, электронды базалар бар, олардың мәліметтері, одан кейін электронды шот фактуралар бар, шетелден мысалға
асыл тұқымды малды, ірі қара малды алып келген кезде олардың есептері бар. Яғни осының барлық электронды есептердің бәрін жинап, орталық бір анализ жасаймыз. Яғни біздің департаментте аналитикалық бір өзінің бөлімі бар. Ол жерде арнайы қызметкерлер бар. Олар күндіз түні осы жұмыспен айналысады. Яғни бұл жерде егер бір мемлекеттік органнан немесе бір базадан алынған статистикалық момент екіншісімен жанаспайтын болса, онда бұл ары қарай уже тексерілуге жатады. Яғни тексеріліп келген кезде, мысалға ірі қара малдың өзін мысалға ретінде келтіретін болсақ, кредит қаржылық ұйымдар арқылы кредит алғанымыз болады. Одан кейін біз шетелде мысалға Россиядан ірі қара малдың басын алып келдік дейді. Оны осы жерде бір адамдардың көмегімен мысалға тіркейді базаларға. Бірақ таможняға мысалы кезде кеденге сауалнама жазған кезде, талапты. Олар шетелден ешкім, бұл компания, бұл адам жеке өзі малды алып келмеген анықталады. Яғни бұдан кейін біз малдың өзін барып тексеруге негіз болады. Тексерген кезде егер мал орында тұрса, онда бір қателік болып қалуы мүмкін. Бірақ көбіне ондай жағдайлар болған кезде, келген кезде малдың басы да болмайды, ол қаржысы да болмайды, барлығын ұрлап, өздерінің арасында бөліп, енді қуанып тойлап жүрген кездер болады. Біз сол жерден бастап енді ары қарай қылмыс жауапкершілігіне тартамыз. Жоғарыда айтып аталып өтті, сюжетте Жетісай, Сарыағаш және Сауран аудандарында осындай жұмысқа әрекеттер өте көбейіп кеткен. Неліктен дәл осы аудандарда? Бақылау аз болып тұр ма бұл аудандарға? Сөз бақылауда да емес, негізінен жалпылама егер Түркістан облысын алатын болсақ, жалпылама халықтың өзінің көп тығыз орналасқан жері осы біздің Түркістан облысының оңтүстік аймақтары. Сол Сарыағаш ауданы болады, мысалы Келестен қазіргі таңда хабарласып жатыр. Осы оңтүстігінде адам тығыз орналасқан, Сайрамның өзінде де мысалға. Бұл жерде ол адамдардың тығыз байланысты адамның санының көптігіне байланысты. Егер жалпылама Түркістан облысының барлығына шағатын болсақ, мысалға өткен жылы 70 мың деп отырсыздар сіздер. 70 мың кәсіпкердің 25 мыңы субсидия алатын болса, ол бойынша 15 қылмыстық іс тіркеліп отыр. Яғни біз бұны барлығы шарықтап, субсидияның барлығы ұрланып жатыр деген әңгіме емес қой. Яғни бұл көрсеткішті қарайтын болсақ, өте аз, өте бір кішігірім мақсат. 25 мыңға шашқан кезде. 25 мыңның 15 адам ақшасын ұрлап отыр мысалға. Егер осылай шағып қарайтын болсақ, онда оны бір ушыққан көріп тұрған жоқ. Бірақ негізінен сол аймақтарды қозғалу себебі ол адамның тығыздығына байланысты, ең бастысы. Адамдардың, кәсіпкерлердің немесе осы мал шаруашылығымен айналысатын адамдар. Мен егін шаруашылығымен көптеп айналысатын. Ол жер дамыған жер, сол мысалға Жетісай жақтарда бізде де мақтаны көп өсіреді. Егіншілік бар. Сол себепті ғой. Ал Түркістанның өзі бері қарай келген кезде, енді біздің Түркістанның айналасында қазір мал шаруашылығы бар, ал егіншілік мысалы бұл жерде жоқ. Өйткені жердің өзіне де байланысты. Ол географияға, табиғатқа байланысты. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жаңағы субсидиялау мәселесінде кәсіпкерлерге, жаңағы шаруаларға қандай қолдау көрсетеді? Енді субсидияға өтінім тапсырған кәсіпкер егер бір қандай да бір қағида талаптарына сәйкес болып, басқарма тарапынан болмаса қандай да бір факторлар болатын болса, егер де кәсіпкердің құқығы бұзылып жатса, біз оны міндетті түрде 100% қорғаймыз. Ал егер де заңсыз алған жағдай болса, онда біз ондай кәсіпкерлермен жұмыс жасалмаймыз негізі. Жұмыс жасамаймыз. Әрине біз барлық салада біз айтып жүрміз кәсіпкерлерге, жалпы мемлекеттен беріліп жатқан көмектер өте көп. Барлығын заң аясында қолдануға біз ақпарат таратамыз. Үгіт насихаттар да солай жүреді. Жалпы негізгі бағытымыз бірақ кәсіпкерлердің құқығын қорғау. Егер де ол заң аясында болса қорғаймыз, заң аясында болмаса онда құзырлы органдар өздері айналысады. Жақсы, енді өткен жылы кәсіпкердің құқығы бұзылған жағдайлар кездесті ме? Тіркелді ме? Өткен жылы бізде кәсіпкерлердің құқығы бұзылған жағдайлар, мәселен, бұл субсидия саласына байланысты емес, мынау строительство саласы дейміз, құрылыс саласы бойынша, одан кейін мынау жаңағыдай жер қойнауын пайдалану саласы бойынша бізде біршама арыздар түскен. Ол бойынша біз бірнеше кәсіпкерлердің құқығын қорғағанбыз. Мал шаруашылығы саласында әзірге бұндай өтініштер жоқ. Жақсы, енді мынандай бір сұрақ болып тұр. Жалпы жеке азаматтар да, жаңа шаруашылық қожалықтар да бірдей субсидия ала алады, е? Оларға қойылатын талаптар бірдей ме, әлде әрқайсысына жеке талаптар қойыла ма? Жоқ, барлығына талап бірдей, барлық сала бойынша. Сол бір қағида, Ауыл шаруашылығы министрлігінен шыққан қағида бойынша, қағидада қандай талаптар қойылады, егін, мал, инвестиция бойынша, барлығы сол бір қағида талаптарына сәйкес алынады. Бөлінбейді. Ол жерде жеке азаматқа, болмаса шаруа қожалыққа мынандай болу керек деген сияқты, ол жерде талап бөлінбейді. Қолдау барлығына бірдей. Жақсы, енді мемлекеттен жымқырылған қаражат қандай жолмен жүзеге қайтарылады? Оның жолы қандай?
соған тоқталып өтейікші. Ол бойынша айтатын болсақ, міндетті түрде біріншіден біздің өзіміздің қағидамыз бойынша ең бастысы ақшаның қайда неге жұмсалғандығын табамыз. Іздеу барлық тергеу әрекеттері қосарланған бізде қаржылық тексеру мәселесі бойынша, бағдарламасы бойынша қарайтын сол. Өйткені біріншіден субсидияны алған кезде субсидияны ешкім қазіргі таңда ақшалай қолма-қол бермейді. Ол міндетті түрде есеп шотына түседі банктен. Ары қарай осы банктен ақша қандай қаражат, ақша қайда жолданғанын, қалай істелінген оны қараймыз. Яғни ол қаражат алынғаннан кейін бір компаниядан мысалға шот фактурларын сатып алады, жалған шот фактурларын немесе басқа да бір құжаттарын сатып алуы мүмкін. Сол кезден бастап сол қайда кетті, өзі шотынан алды ма, басқа адамға аударып жіберді ме, ол аударған адам ары қарай онымен не істеді, соны тексереміз. Ал бізде барлық заң саласы, қаржы саласы өте жақсы қазір электронды түрде дамып келген. Яғни барлық жерде әр осы ақшаның іздері қалады. Оны бір жоқ қылып, көрсетпей қою мүмкін емес қазіргі таңда. Сондықтан кейіннен осы кәсіпкердің мысалға енді өзі арам ойын жүзеге асырған кезде бізде былай алып келгенде ол кісілер көбінесе басқа жұмысы жоқ, басқа пайдасы жоқ, басқа қызметпен айналыспайтын кісілер. Сол осы уақыт арасында сатып алған басқа дүние мүлкін қараймыз, тексереміз. Егер мысалға үй сатып алған болатын болса, дүкен сатып алған немесе тағы басқа нәрсеге ақша жұртын, ол затына ақшаны қайдан тапқан зерттей бастаймыз. Егер оның басқа да бір табыс көзі болмайтын болса, онда міндетті түрде осы ұрланған ақшаның дерегінің арқасында осы нәрселерді сатып алып жатыр деген міндетке келеміз. Яғни содан кейін соттың санкциясымен бізде прокурордың қадағалауы арқылы сол мүлікке тыйым салып, оны соттың үкімінің шешімімен мемлекет тарапына қайтарамыз. Яғни ақшасын қолап барып, сол ақшаны міндетті түрде толығымен тауып, мемлекетке қайтаруының пайдасын көреміз. Жолын табамыз. Жақсы, енді мемлекет қазір жеңілдетілген көмекті көрсетіп жатыр ғой, кәсіп иелеріне, шағын және орта бизнеске, және осы жеңілдетілген көмектің субсидиялаудан айырмашылығы қандай? Жеңілдетілген көмек, субсидия, мемлекеттен алынатын субсидия, ол қайтарымсыз болатын болса, ал жеңілдетілгені жаңағы 2,5% беріліп жатырған несиелер. Сонымен қатар 6% берілетін несиелер, жаңа Бақытжан мырза айтып кеткендей. Егер қаржы ұйымдары арқылы алатын болса, ол кісілер несиені, мысалы, оның пайызы, сол кездегі пайызы, кредиттен алған пайызы 16% болатын болса, оның жаңағы 10%-ы қайтадан мемлекеттен субсидияланады да, ол жаңағы несие алған шаруаға оның 6%-ын ғана өтеу болып табылады. Жеңілдетілген несие ол қайтарымды болатын болса, мемлекеттік қолдау, мал басына, егістікке берілген қолдау, ол қайтарымсыз. Бұның айырмашылығы, біреуі қайтарымды болатын болса пайызымен, біреуі қайтарымсыз. Енді қазір осы заңсыздықтардың жолын кесу мақсатында басқарма тарапынан нақты қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бізде негізі осы Плем KZ сайтын және қолдау KZ сайтын, өтінімдерді қабылдау сайтын іске қосқаннан бері, ол негізгі бірінші мақсаты сыбайлас жемқорлықты жою, мемлекеттік қызметкер мен шаруаның арасындағы сыбайлас жемқорлықты жою. Сол мақсатта болғандықтан бізде басқарма тарапының мамандарының шаруалармен тікелей байланысуға құзыреттілігі жоқ. Олар бізге өтінім тасталған кезде, біз өтінімді қағидаға сәйкес қарап шығамыз. Егер дұрыс болмайтын болса, қағидаға сәйкес өтінімі дұрыс болмаса, онда міндетті түрде ол өтінім қайтарылады. Ол қабылданбайды. Ал қағида талаптарына сәйкес болатын болса, ол өтінімі қабылданып, тиісті мемлекеттік қолдауды алады. Ал басқа жағынан егер ол қайта-қайта анықталған жағдайда, басқарма тарапынан заң бұзушылықтар байқалған жағдайда, жаңағыдай тексеру органдарына ол тапсырылады арнайы басқарманың. Егер жаңағыдай бізде мал шаруашылығы және де басқа салалар бойынша электронды шот фактураларды қайтарып алу, жаңа айтып өттік қой. Мал шаруашылығы бойынша асыл тұқымды малдарды алып келгеннен кейін, осыған дейінгі қағидаларда ол асыл тұқымды малды алып келгеннен кейін шетелден қағиданың тармағына сәйкес, арнайы тармағы болады. Сол тармағына сәйкес ол
дәлелді құжаттарды алып келгеннен кейін басқармаға 90 күннің ішінде мысалы жеткізбейтін болса, онда біз арнайы тексеру органдарына құжаттарын жібереміз. Осы шаруа тиісті құжаттарды бермеді, мұнамен жұмыс жасау керек деген сияқты. Басқарманың құзыретінде тек тиісті органдарға ғана жолдау. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Сізді тыңдап отырмыз? Сауалыңызды қоя берсеңіз болады, сіз тікелей эфирдесіз. Иә. Мен осыдан 3 жыл бұрын мен осыдан 3 жыл бұрын не алғанмын, субсидия алғанмын, мал басын көбейту жөнінде. Содан кейін әжеуір шөп қымбат болды, биыл кейін субсидия беріліп жатыр дегеннен кейін Сарыағаш ауданынанмын, субсидия беріліп жатыр дегенсін кәсіпкерлік палатасына барып сұрадым. Оған маған сіз бір мықты бұқа аласыз, пәленбай содан кейін беріледі, ал олай сіздерге субсидия берілмейді деді. Енді биыл субсидия беріліп жатыр дегеннен кейін жаңағы күйеуім қарайды деді малға. Енді ол кісінің денсаулығы да болмай қалды. Соған ана 2-3 адамға субсидия беріліп дегенге бар дедім. Кіне тастадым, жаңағы оған жауап келмеді. 20-да 20 несі қолдамапты. Субсидия берілмейді, сізге аттар шықты деп келді. Ол кімге беріледі, соны түсіндірсеңіздер маған. Жақсы, сауалыңыз түсінікті деп ойлаймын. Бұл кісі мал шаруашылығы саласының қай бағытына тапсырған айтпады, но алайда өтінімді де тасталған айтып отыр мал шаруашылығы саласы бойынша. Өтінімнің бізде номері болады, номеріне қарап анықтау керек. Ірі қара мал дейді. Ірі қара мал. Егер ірі қара мал болатын болса, бұл кісі қағида, жаңа айтып жатыр қой, қағидаға сәйкес нені құжаттары түгел болмағандықтан қайтарылуы мүмкін. Ал қағида талаптарына сәйкес келетін болса, онда ол кісілердің ақшасы түгелмен төленеді. Енді асыл тұқымды бұқалар алу керек деп айтылған екен, шартта. Енді ол бұқаларды қалай әкеледі, енді оған кім көмек бере алады, ауыл шаруашылығы басқармасы көмек көрсете ала ма енді? Ірі қара мал шаруашылығының, мал шаруашылығының ішінде ірі қара мал шаруашылығын дамыту бойынша тоқтала кетейін. Егер асыл тұқымды бізде сыбаға деген бағдарлама арқылы жүзеге асады. Ауылдағы жаңа сиырлар бізде тауарлы сиырлар деп айтылады. Ненің тілімен, қағиданың тілімен. Ол жерде 25 бас асыл тұқым сиырға, тауарлы сиырға бір бас асыл тұқымды бұқа қойылады, қағидаға сәйкес. Сол жерде бір бас асыл тұқымды бұқаны ол кісілер сатып алған кезде бір бас асыл тұқымды бұқаға 25 басқа қойған үшін 150 мың теңге субсидия төленеді. Ал аналық басына 10 мың теңгеден субсидияланады. Соған сай, ал егер ол кісінің бұқасы болмайтын болса, жаңа асыл тұқымды бұқа болмайтын болса, онда ол өтінімге тапсырылмайды. Өтінімде жаңағы асыл тұқымды бұқаның документтерін сұрайды арнайы. Өз өтінімде тармағы бар, сол жерде сұрайды. Ол болмағандықтан өтінім жібере алмады. Енді бұл кісі сатып алған ұқсайды, бірақ өтінім жіберген басқармаға, жаңада айтып жатырмын ғой, оның өтінімін қарау керек, заявка номері деген болады. Сол номер арқылы қаралады, арнайы мамандар қарайды. Ол жерде дұрыс болмаса, ол міндетті түрде қайтарылады, тағы айтамын. Ал дұрыс болатын болса, төлемге жіберіледі. Бұл кісініңкі төленбеді деп тұр. Оны толыққанды анықтау керек. Асыл тұқымды бұқа екендігі енді ол арнайы куәліктері палатаға тіркеледі. Арнайы құжаттары болады, ол палатаға тіркелінеді. Атамекен палатасына тіркеледі? Нет, Атамекен палатасы емес. Егер ол асыл тұқымды бұқаның породасына қарай, тұқымына қарай. Ангус, жаңағыдай қарала, болмаса қалмық деген сияқты арнайы породалар бар. Сол тұқымдардың түріне қарай палаталары бар. Сол палатаға бұқалар тіркеледі. Ол тіркелгеннен кейін сол палатадан оған асыл тұқымды бұқа деген куәлік беріледі. Сол куәлігі ода болады. Оны арнайы сондай сататын шаруашылықтар болады. Оның басқарма тарапынан ол кісілерге біз мына шаруашылықтан барып сіз сатып ала аласыз деп айтпаймыз. Өз арнайы палаталарға хабарласып сұраса, палаталар береді номерін.
Жақсы, енді асыл тұқымды малды өсіруге енді биыл қанша субсидия бөлініп отыр Түркістан облысына? Жалпы мал шаруашылығына бүгінгі 2023 жылға қаралған субсидия 11 миллиардты құрап отыр. Жақсы, енді бүгін керемет бір әңгіме сұхбат болды, пайдалы ақпараттар айтылды деген ойдамын. Енді сөзімізді қорытындылап, 90 ауыз сөзін тобықтап бір түйінін шығарсақ, енді жалпы қай жерге біздің Түркістан облысының тұрғындары бару керек субсидияны алу үшін? Жалпы ауыл шаруашылығына қатысты субсидияны алу үшін аудан орталықтарына, ауылдық округтегі ауыл шаруашылығы бөлімдері бар. Сол бөлімдерге барып, арнайы ауыл шаруашылығына қатысты приказдарды, бұйрықтарды алып, толық танысып шықса болады. Сонымен қатар арнайы сайттарда бейнероликтер бар, Плем-Кз-дің ішіне кіретін болса, ол өтінімді қалай береді, қай бағыттарға биылғы жылға ақша қаралғандығы барлығы Плем-Кз сайтына, оны элементарно қолында әрбір адам смартфоннан да кіріп, кәдімгі приложениесінен кіріп, әділет Кз арқылы қағазбастылықтан, бюрократиядан бірте-бірте арылып келе жатырмыз десек болады, иә? Арнайы интернет желісіне кіріп, Плем-Кз деп кіріп, теріп, кіретін болса, тіркелсе, сол жерде бейнеролигі де көрсетілген, өтінімдерді қалай тапсырады. Ол жерде қай бағытқа биылғы жыл асыл тұқымды мал шаруашылығына, мал шаруашылығының ішіндегі етіне, сүтіне қанша бағыт қаралғандығы туралы арнайы әкімдіктің қаулысы ілініп тұрады. Ешқандай жасыратын ештеңке жоқ, барлығын басқарма тарапынан жария түрде біз арнайы сайттарға салып қоямыз. Жақсы, керемет. Енді бүгін студиямызға келіп, осындай пайдалы ақпараттармен бөліскендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.